Баршаңызға қайырлы күн. Су жердегі өмір көзі. Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Суды дұрыс ішудің бірнеше ережесін білсеңіз, оның пайдасын еселеуге болады. Күнде таңертең аш қарынға бір стакан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Сіздермен бірге денсаулыққа пайдалы арнасы, пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Су тіршілік көзі. Адам ағзасының 65% судан тұрады. Ғалымдар аш қарынға ішілген бір стакан судың өзі ағзамызға оң әсерін тигізе алатынын айтады. Әйгілі жапондықтар күн сайын аш қарынға бір стакан су ішуден бастайды. Судың адам денсаулығына пайдасы көп. Күнде таңертең аш қарынға бір стакан су ішуді әдетке айналдырса, ағзада жағымды өзгерістер орын алады. Ағза тазарады. Түнде ағза демалып қана қоймай, токсиндерден тазарады. Ал аш қарынға ішкен су бұл процеске көмектеседі. Оған қоса жүйелі түрде су ішу бұлшықеттер жасушалары мен жаңа эритроциттердің өңделуіне ықпал етеді. Аш қарынға ішілген судың токсиндерді шығару мен ағзаны іске қосу. Ағзаны іске қосу қабілеті адамның эмоционалдық жағдайына да әсер етеді. Көңіл күйді жақсартады, ашуланшақтықты басады және ұйқыны ашады. Жүрек қан тамырлар жүйесі ауруының ең кең тараған түрі инфаркт пен инсульт қаупін төмендетеді. Асқазан ішек жолдары ауруларының алдын алып, қыжыл немесе жағымсыз сезімдерден арылтады. Артық салмақтан арылғысы келетіндер немесе ағза жұмысын жақсартқысы келетіндер үшін зат алмасу процесін бақылау аса маңызды. Аш қарынға ішілген су зат алмасу жылдамдығын арттырады. Сыртқы келбетіңіз жақсы көрінгенін қаласаңыз, алдымен ішкі жағдайыңызды назар аудару керек. Бұл жерде ағзаның тепе-теңдігін ұстауда судың маңызы зор. Әйтпесе тері құрғақтанып, ерте әжімдер пайда бола бастайды. Күнде таңертең аш қарынға бір стакан су ішу арқылы тері жағдайын жақсартуға болады. Сондай-ақ шаш саулығын сақтайды. Ағзаға су жетпесе, ол шаштың сыртқы жағдайына, оның өсуі мен қалыңдығына кері әсер етеді. Сондықтан шаш мықты болу үшін жеткілікті түрде су ішу керек. Бүйрек пен несеп шығару жолдары ауруларының алдын алады. Аш қарынға су ішу зәр мүшелерін арттырады. Осылайша тастар түзілуінің немесе қабынулар пайда болуының алдын алады. Иммунитет нығаяды. Бронхит, демікпе, туберкулез, диарея, геморрой, іш қату, көз ауруларын емдеуге көмектеседі. Көптеген аурулардың пайда болуы тікелей иммунитет жағдайына байланысты. Аш қарынға ішілген су лимфалық жүйелер теңгеріміне жағымды әсер етеді. Ол өз кезегінде ағзаны қатайтып, түрлі аурудың қоздырғыштарына төзімді болуына көмектеседі. Пайдалы ақпарат ұнаған болса, осы видеоны достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі кездескенше аман жүріңіз.